Ал Нұралы балам, бүгін біз жылқы балам Хамут Сайманмен сені бүгін таныстырып өтейін. Жүгөн бірнеше бөліктен тұрады. Тізгін, маңдайша, ауыздығы бал. Келесі кезекте бағана өзін жасаған тоқымын бар міне. Тоқым не үшін керек бізге жылқы малына? Аттың арқасын қажап тастамау үшін, аттың арқасын алып тастамау үшін тоқым дейді. Бұл өз кигізден жасалады негізі тоқым. Тоқым айлы бар, ізгіні бар. Айылын тағамыз. Ізгін. Ол ізгін не үшін керек? Ол атқа міну үшін керек. Тоқым аттың үстінде жігіт нық отыру үшін, атта нық шабу үшін тоқым керек бізге. Көкпарға шыққан кезде, бәйгеге шапқан кезде тоқымды бізде көп пайдаланған ата-бабамыз. Сол үшін бізде бұны тоқым деп аталады. Жүгөн тізгін мықты болу үшін, тізгін жақсы болу үшін, осы тізгіндеу жүрсін деп аттың үстінде осы жүгөнмен тізгін, тоқым бірге құрал жабдық Хамут Сайман дейді ата-бабамыз. Осымен бүгін біз таныстық екеуміз. Түсіндің ба сен? Да.